Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен қызыл мақпал тортын дайындаймын. Бұл торттың рецептері өте көп. Өзіме ұнайтын, ең дәмді болып шығатын нұсқамен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен гелевый красителімізді айранға жақсылап араластырып қойып қоямыз. Жұмыртқа мен қантты жақсылап аппақ масса болғанша миксерлейміз. Қаймағымызды салып миксерлейміз. Күнбағыс майын саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Гелевый краситель мен айранымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Құрғақ краситель бармайды, өйткені түсі қызыл, әдемі болып шықпайды тортымыз. Құрғақ массаларымызды алдын ала електен өткізіп алып, 3 бөлікке бөліп миксерлейміз. Менде осындай қою қамыр шықты. Осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Бисквитіміз осылай қып-қызыл әдемі болып көтеріліп пісті, қолға жабыспайды. Бисквиттерімізді осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный массамыз бен сахарный пудрамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Тортымыз дәмді, нәзік болып шығуы үшін сливкіміз міндетті түрде 33%-дан жоғары болуы қажет. Сливкіміз бен творожный массамызды жақсылап араластырып, қою етіп крем дайындап аламыз. Менде осындай қоюлықта крем шықты. Кремімізді осындай кондитерский қапшыққа салып, тортымызды жинайтын боламыз.
Тортымызға пропитка жасаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді осылай жақсылап бисквитке жағып шығамыз. Арасына кремімізді жағып, торттарымыздың барлығын осылай жинап шығамыз. Тортымызды осылай жақсылап жинаймыз. Қалған қамырын осылай блендерден өткізіп, тортымызды әсемдеуге қолданамыз. Тортымыз осылай нәзік, ауызда еритін, өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше.